Неге кейбір адамдар байып кетеді, ал басқалары қанша еңбек етсе де ақшадан қашып жүргендей болады? Қалай ойлайсыздар? Бұл сәттілік пе, таныс тамыр ма, әлде құпия білім бе? Жоқ. Ғалымдар, экономистер және миллионерлердің өздері бір нәрсені дәлелдеді. Барлығы ойлаудан бастау алады. Бүгін біз миллионерлер қалай ойлайтынын, олар ақшаны қалай көреді және қарапайым адамнан айырмашылығы неде? Соның бәрін ғылыми, өмірлік мысалмен талдаймыз. Біріншіден, ең алдымен ақша туралы ойға келсек, қарапайым адам ойлайды: ақша өмірі жетпейді, не істесем де барлығы сәтсіз. Ал миллионер болса, ақша қайда ағып жатыр? Қайда ақша бар? Мен ақшаны қалай өзіме бұрамын деп ойлайды. Психологияда бұл scarcity mindset, яғни жоқшылық психологиясы, және abundance mindset, молшылық психологиясы деп аталады. Біріншісі өзін-өзі шектеу, екіншісі әр жағдайдан мүмкіндік көру. Миллионер ақшаны мақсат емес, құрал ретінде көреді. Екіншіден, уақытқа көзқарас. Көп адам мен өз уақытымды ақшаға сатамын деп жұмыстан бас алмай істесе, ал миллионер болса, мен ақшамен уақытымды сатып аламын деп өмір сүреді. Сондықтан олар берілген жұмысты бөледі, процесті автоматтандырады, ұтымды жүйе құрады. Енді өзіңе сұрақ қой: егер сен тоқтасаң, бәрі тоқтай ма? Егер бәрі тоқтаса, демек бұл байлық емес. Үшіншіден, тәуекел мен қорқыныш. Миллионерлер қорықпай ма? Әрине, олар да қорқады. Бірақ қарапайым адамдардан айырмашылығы есептелген тәуекелге бел буады. Экономика заңы бойынша үлкен табыс дұрыс тәуекелдің нәтижесі болып табылады. Бірақ олар ешқашан барлық ақшасын салмайды. Бір шешімге бәрін тікпейді. Төртіншіден, білімге инвестиция. Байлар білімге инвестиция жасайды. Қарапайым адамдар білімге ақша жоқ деп кейінге қалдырса, миллионерлер бұл білім маған қанша ақша табуға көмектеседі деп ойлайды. Олар кітап алады, курстарға қатысады, ақылды адамдармен араласады. Себебі ең қымбат актив сенің миың. Бесіншіден, болашаққа көзқарас. Көп адам бүгінді ойлайды. Миллионерлер 5-10 жылға жоспар құрады. Алтыншыдан, активтер. Жалақы актив емес, бір реттік табыс актив емес. Актив сен ұйықтап жатқанда да ақша әкелетін нәрсе. Актив деген ол бизнес, контент, инвестиция, жылжымайтын мүлік. Жетіншіден, дұрыс орта. Зерттеу нәтижесі анықтағандай, адам табысы оның ортасының орташа табысына тең. Миллионерлер өсетін орта іздейді, шағым айтатындардан қашады. Сегізіншіден, жіберілген қателіктерге реакция. Көп адам қателестім, бәрі бітті деп ойласа, миллионерлер қателестім, демек мен жаңа тәжірибе алдым деп ойлайды. Стартаптардың көбі 2-3 рет құлайды, бірақ тәжірибе қалады. Қорытындылай келе, миллионерлер ақшаны емес, ойын өзгертеді. Қысқа емес, ұзаққа ойлайды. Өзін активке айналдырады. Сізге сұрақ: сіз бүгін қалай ойлап жүрсіз? Егер осы видео пайдалы болса, лайк басып пікір қалдыр. Келесі видеода ақшаны практикалық түрде қалай көбейтуге болатынын айтамыз.